Сәлем достар, бұл PHP курсының 5-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта жолдармен жұмыс жасауды үйренеміз. Жалпы алдыңғы сабақта көрсетіп кеткендей жолдың екі жариялау түрі бар. Ол бір тырнақшамен және де екі тырнақшамен. Мына алдыңғы керек емес жазғандарымызды өшіріп тастайық. Содан соң мен мына жерге string 1-ді қалдырып кетейін. Көріп тұрғаныңыздай айырмашылығы мына екі тырнақшада мен айнымалылар қабылдай аламын, ал мына үстідегіде мен айнымалыны қабылдай алмаймын. Одан басқа да тағы да жалпы айнымалының қалдамастан бұрын айнымалыдан да бөлек бұл жерде мысалға мен /n деп жазатын болсам, сөз деп жазып кетейік. Мына жерге де мен /n сөз деп жазатын болсам, редакторда байқап тұрсаңыздар, мына /n-ді ол байқап тұр, ал біріншісінде оны жол күйінде қабылдап тұр. Жалпы /n деп отқанымыз не мағына білдіреді? Ол жаңа жол деген сөз, осы тырнақша жаңа жол сөз деген сөз. Сіздерге нәтижесін көрсетейін. Бірінші string 1-ді көрсетем. Парақшаны жаңартам. бір digit тырнақша /n сөз деп тұр. Егер де мен осы парақшаның исходный кодын қарайтын болсам, ол үшін Ctrl-U, Mac болса CM-ді U-ды басасыз. Сол кезде біздің парақшаның кодын көрсетеді. Міне бір digit тырнақша /n сөз деп жазылып тұр. Ал егер де мен осы жерде string 2 деп жазатын болсам, онда мына жаңа жолымыз қазір парақшада көрінетін болады. Жаңартам. Міне 2 тырнақша жаңа жол басталды. Содан соң пробел сөз деп жазылып тұр. Егер де мен исходный кодты емес парақшаның өзінен қарайтын болсам, міне парақшаны жаңартам, 2 тырнақша сөз. Олардың барлығы бір жолмен жазылып тұр. Жаңа жолдан басталып тұрған жоқ. Неге? Өйткені HTML-дің өзінің жаңа жол салатын түрі бар, ол BR тегі. Сондықтан да бұл жерде ол көрінбейді. Сіздерге арнайылап әдейі көрсетіп тұрмын, исходный кодта осылай көрінетінін. Жалпы осылайда /n-нен де басқа тағы түрлері бар бірнеше. Ең көбінен таралған осы түрі, осы түрін жаттасаңыздар болады. Содан соң тағы да /тің атқаратын міндеті, мысалға мен осының ішінде тағы да мен тырнақша салатын болсам, мысалға осылай /сіз. Менің редакторымде қайта шығып тұр, байқап тұрсаңыздар. Неге? Өйткені ол жолды осы жерде аяқталды деп тұр. Мына жерде міне басталды деп тұр. Ол мына жерден дейін. Содан соң мына жерге дейін келеді, міне осы жерден аяқталды деп ойлап тұр. Ол программамыз нүкте өтірді күтеді, бірақ нүкте өтір салмай кетті. Бұл жерде сөз деп жазылып тұр, әріп ол соны түсінбей тұр. Синтаксистік қате болып тұр. Бұл аяқталған белгі емес, осы жолдың ішіндегі тырнақша деп түсіндіру үшін, онда біз арнайы / саламыз. Сол кезде ол жолдың аяқталуы деп қабылдамайды программа PHP. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Міне 2 тырнақша жаңа жол /пробел сөз деп жазылып тұр. Осы жазғанымызда енді барлық әріптерін үлкен әріптермен жазғым келсе, арнайы функция бар. str_to_oper деген нәрсе бар. Функция. Ол функцияны шақыратын болсам, ол манаға жазған жазуымыздың әріптерін үлкенге айналдырады. Парақшаны жаңартам. Міне 2 тырнақша сөз деген әріптерін көріп тұрсаңыздар, олар үлкен болып кетті. Өйткені мен сондай функция шақырдым. Дәл осыған қарама қарсы тағы да төменгі әріптермен жазатын түрі бар. Ол үшін str_to_lower деп жазады. Сақтадым. Парақшаны жаңартам. Байқап тұрғаныңыздай әрпі де кішірейіп кетті. Содан соң строкада тағы да бір күшті функция бар. Мысалы мен артық мына жерде пробелдер салып кететін болсам, қазір осылай күйінде қарайтын болсақ, олар пробелдер көрініп тұр, міне артық алдында да артында да. Оларды алу үшін арнайы функция бар, trim деген. Міне парақшаны жаңартам, артық пробелдерді алып тастады, алдынан да артынан да. Егер де пробелден басқа да мысалы үтірлер салып кетейін, алдыңғы жақтарына, артқы жақтарына да сақтаймын. Парақшаны жаңартатын болсам, үтірлер сол күйі көрініп тұр. Мен арнайы алдында да артында да кез келген символдарды да алып тастай аламын. Ол үшін екінші параметрмен функциядағы көрсетемін пробел және үтір деп. Осы пробел мен үтірлер кездескен жағдайда олар бұл trim функциясы алып тастайды оның ішінен. Парақшаны жаңартам. Міне 2 тырнақша сөз, үтір жоқ басында да аяғында да. Егер де ол үтірлер ортасында болатын болса, оларға дымда қылмайды. Міне үтір ортасына салып қойдым. Өйткені олар жолдың ортасында ғана тұр. Жалпы осы 2 жолды біріктіру үшін, мысалға мен string 1 дейін, содан соң нүкте салатын болсам, нәтижесін қарайық қандай шыққан. Парақшаны жаңартам. Міне 1 digit тырнақша сөз, содан соң 2 тырнақша сөз деген міне бірігіп шығып тұр. Яғни нүкте деп отқанымыз ол 2 жолды біріктіру болып саналады. Жолды жариялап жатқан жерде де оны біріктіре берсек болады. Дәл солай еш өзгеріссіз болады. Мен жолдың қасына тағы да жолды да біріктіре салайын. 1 2 3 деп мысалы жаза салам. Парақшаны жаңартам, бәрі бірігіп шығып тұр. Негізі жолмен жасайтын функциялар өте көп. Мен сіздерге тек көп қолданылатын түрлерін көрсеттім. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.